адам өз қалауынша өмір сүруге, өз өмірін өзі басқаруға құқылы. Алайда біз мына қоршаған ортаның ажырамас бір бөлшегіміз. Сіз маған, мен сізге қажетпін. Біз бөлінгенде емес, біріккенде, жеке бастың емес, қоғамның мәселелеріне араласып, бірге шешкенде ғана бір істі бітіреміз. Мен отбасымды жақсы көремін. Балаларымның дені сау болып, ертеңі жарқын болғанын қалаймын. Сол үшін әр сәт елімнің өркендеуіне қолымнан келгенше үлес қосамын, еңбек етемін. Қазіргі сәт біздің отбасымыз үшін маңызды. Барынша тазалық сақтап, бір-бірімізді қолдап отырамыз. Балаларымды далаға ойнауға бұрынғыдай жиі шығарып жүрген жоқпын. Уақытты үйде өзіміз көңілді өткізуге тырысамыз. Балаларым да бұның маңыздылығын түсінеді. Бізде үміт, келешекке деген кәміл сенім бар. Біз біргеміз. Жыл сайын 22 наурызда достарыммен қыдырып кетемін. Көппен бірге көшеде жүріп, уақыттың қалай өткенін де білмей қаламын. Әйтеуір таңертең басталып, түсте бітетін шараларды наурыз деп түсінетінмін. Биыл бәрі басқаша. Үйде анамның қасында отбасымызбен бірге болдық. Жаныма жылу беретін жандар болған соң, көңілім жайдары, өзімді жайбырақат сезіндім. Наурыз жаңа жыл басы. Нағыз отбасылық мейрам екенін түсіндім. Коронавирус біздің отбасымызға қорқыныш емес, керісінше қауышу сыйлады. Бірлікпен, тәртіппен бұл күндерді де өткізіп, бұл індетті де жеңетінімізге сенімдімін. Біз біргеміз. Шақырып қойған қонақтарым бар болатын. Өкпелеп кетпесінші дедім. Туыстарым да келеміз деп қолқалап қоймады. Алайда мен бас тарттым. Алла қаласа індет тарап, жақсы жаңалық шыққанда бір жақсылап жиналып, бәрінің бастарын қосатын боламын. Маған туыстарымның көңілінен гөрі өмірі қымбат. Сіз де сөйтіңіз. Біз біргеміз.